2023 жылдан бастап салық кодексіне біршама өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені мәлім. Әсіресе арнаулы салық режимінің қолданылуы жаңартылды. Ендігі кезекте тұрғындар бөлшек салықты өзге режимға қалай ауыстыра алады? Салық төлеушілер нені білуі қажет? Алдағы бейнематериалда. Бөлшек салық режимі бюджетке төлемдерді төлеу тәртібін оңтайландыру үшін дағдарысқа қарсы шара ретінде 2 жылға есептелген. Тұрғындардың басым бөлігі аталмыш салық түрін арнаулы салық режиміне ауыстыруға ниетті. Бұл бағытта кез келген қолданылатын салық алу режимі жүзеге асырылады. Бөлшек салықты ауыстыру арнайы шарттарға сәйкес жүргізіледі дейді жауапты мамандар. Бірінші, салық кезіні үшін қызметкердің орташа тізімдік саны 200 адамнан аспайтын. Екінші, күнтізбелік жылдағы табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтардан қолданыста болатын. 600 000 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын. Үшінші, осы режимді қолдану мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының үкіметі айқындаған қызмет түрлерінің біреуін немесе бірнешеуін ғана жүзеге асыратын салық төлеушілер қолдануға құқылы. Мамандардың айтуынша бөлшек салығынан арнаулы салық режиміне ауысушылардан 58 өтініш келіп түскен. Бұл ағымдағы жылдың 1 мамырындағы көрсеткіші. Жаңа салық режимінің өзгеруі елдегі шағын бизнестің даму драйвері деп атап өтті кірістер басқармасының бөлім басшысы. Здесь исключительно желание налогоплательщика, то есть он может работать также по своему режиму, который он применяет сейчас. Бұл жерде салық төлеушінің өз еркінде, яғни салық төлеушіге өзі қолданып жүрген режим ыңғайлы болса, сол арқылы салық төлеуге болады. Егер бұл бағыт оған ыңғайсыздық тудырса, арнаулы салық режиміне ауысуына болады. Бұл жаңадан бастау алған салық режимі бар екенін ескертіп, ақпарат беру біздің міндетіміз. Айта кеткен жөн, арнаулы салық режимі бойынша хабарлама қызметті жүзеге асыру орны бойынша электрондық немесе қағаз нұсқада ұсынылады. Оразғали Нұрғалиев, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.